Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 91-ші сабақ. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 32-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Енді тапсырмаларды орындаймыз. Өлеңнің авторын ата, ол туралы білетініңді айт дейді. Өлеңнің авторы Абай Құнанбайұлы, ол қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушы, философ, композитор әрі аудармашы. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы өз заманында ел басқарған адам болды. Ол ел билеу ісіне балаларының ішінде Абайды баулып араластырады дейді. Келесі өлеңнің жалғасын айтып көр дейді. Балалар, бұл өлең өте ұзақ. Біз осының жалғасын бірнеше шумақтарын жазып қойдық. Бірақ өлеңді толығымен жазған жоқпыз. Жазып алсаңыздар, немесе жаттап алсаңыздар болады. Келесі өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсың дейді. Бұл жерде өлеңдегі негізгі ой жастарды білім ғылымға шақыру, жамандықтан жиреніп, жақсылыққа ұмтылуға баулу. Өлең неліктен ғылым таппай мақтанба деп аталған дейді. Себебі өлеңде ғылымның маңыздылығы туралы айтылған. Өлеңді көшіріп жаз, болымсыз етістіктердің астын сыз дейді. Міне балалар, бізде болымсыз етістіктер мақтанба, баптанба және шаттанба. Келесі 33-ші жаттығу сызба бойынша сипаттау мәтінін құрап жаз дейді. Қорқақ болма, қатыгез болма, өтірікші болма. Бұл адам үшін ең жаман қасиеттер. Сонымен қатар тәртіпсіз, әдепсіз болма. Өжет, шыншыл, мейірімді бол. Әрқашан тәртіпті, әдепті бол деп жазамыз. Келесі 34-ші жаттығу мақалды жаттап ал, оның мағынасын бір-біріңе түсіндіріңдер дейді. Қорқақты батырға санама, жаманды жақынға санама дейді. Балалар, қорқақ адам батырлық жасай алмайды. Ал жаман адам саған ешқашан жақыныңдай жақсылық жасамайды. Келесі шығармашылық үзіліс, шашылған бөлшектерді, яғни пазлдарды дұрыс құрастырсаң, мақалды оқи аласың дейді. Балалар, бізде пазлдарды құрастырғанда өткен іске өкінбе деген сөйлем шықты. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.